Assalamualaikum dedim. Konuştum aslında. Менің айтайын деген Қараған ауданы Ақшұқыр ауылы Шаңғыс көшесі 27/2 үй тұрғыны болатын борышым. Кешегідей неде істедік қой жаңа мысалда. Ол дейтін әскери қызметшілерде табельнелерінде жаңа әскери қызметшіде қызметте болдық дедік қой Қазақстан Республикасында. Сол неде қызметте болған кезде жаңағыдай жұмыста болған кезде ол дейтін қаруды бергенде, қаруды алған кезде өздерінің табельдері болады. Мына жерде бересің, мына жерде аласың дейтін. Олардың жаңа істеп отырғандары подполковник Бекзат Шакаров Бекзат Жақсылыковичтан бастайық, оның бер жағындағы лауазымды ұл, ер, қыз, әйел, адамдар, оның бер жағындағылар, солар дейтін жағындай қаруды алған кезде, қаруды берген кезде өзінің табель посттарымен беру керек. Олардың дейтін өздерінің заңнамасында ондай зат жоқ. Қазақстан Республикасының заңнамасында ол сен бастығың барып командирлердің бастықтарын мүлтіксіз орындау, айтқан сөздерін орындау деген болғаны. Ол жерде жаңағындай бастығың, командирің сен, бастығың сенің барып, сен қаруыңды алады, сен қаруыңды алып мынандай жүреді, қаруыңды ұстайды деп жазылмаған. Қаруыңды ешкімге берме деп жазылған. Киімдер, оқулықтарын қарауға сондайларға болатын шығар енді. Бірақ ол жерде қаруын алады, ол бастығың болып тұрады, ана жерде сол саған береді, сол саған өйтеді деп жазылып тұрған жоқ. Менің айтайын дегенім сол бұл жерде. Олар сол жаңа заңнамасында ондай зат жоқ. Сосын жаңа әскери қызметші болып жұмыс істеп жүрдім ғой өткенде. Мен кешегіде шығып кеттім ғой. Енді мен қазір жұмыссыз болып отырмын да. Сол кешегіде жұмыс істеп жүрген кездерде, қызметте жүрген кездерде ол дейтін жаңағы мысалы жаңа орыс ұлты сияқты, русский ұлты сияқты, немесе неміс ұлты сияқты ұл, ер адам, ұлты қазақ, Алашев дейтін қатардағы лауазымы сол болған. Олар дейтін жаңағындай сол мысалы ол дейтін ол жерде Алашев орыс ұлты немесе русский ұлты немесе жаңағындай неміс ұлты ұл, ер адам деген сияқты, немесе жаңағындай ұлты қазақтың тағы және тағы басқа, ол Қазақстан Республикасының осы жерде туылған, осы жерде ол бастық деген сияқты ондай сөз жоқ ол жерде. Алашев ол жерде сол жерде бастық сияқты сөйтіп жүр. Ол жағында, бер жағында кім үндемей жағында сөйлетіп қарап тұр. Командир отделениеден Амантұрлиев Сәтжан дейтін. Олар сол жаңа соның сөзін сөйлетіп, өзі де сөйлетіп қойыпты. Олар мен сол айтайын, ол жерде ол Алашев өйтеді, ол Қазақстан Республикасының азаматы, ол осы жерде туылған, ол бастық, ол сөйтіп жүреді дейтін зат жоқ. Ол сол жерде бастық сияқты болып жүр. Лауазымы мен сияқты қатардағы. Мен сол айтайын деген, мен де сол қатардағысың деп мен де айтқанмын, сенің лауазымың сол, мен де қатардағымын, если что лауазым деп. Ол жерде сол дейтін, ол дейтін қаруды жаңағындай Калашников автоматы, немесе сол Калашниковтың өзі шығарғанша, орыс ұлты, русский ұлты, ұл, ер адам. Оны Калашников шығарды, Калашников решение қылады, Калашников өйтеді дейтін зат жоқ ол жерде. Қаруыңды алдың, қаруыңды
қаруын ешкімге бермеуге деген қаруыңды оқтарын жоғалтып алмауға заңнамасын сондай нелер бар. Енді заңдарын оқып қарадық. Ол жерде жағындай сол жағы немесе бер жағында командир кім өзбесін өлек әскери бөліміне подполковник Шәкәрім Бекзат Жақсылықов үкімет аты кім еді Шәкәрім Бекзат Жақсылықович, оның бер жағындағы лауазымды ұл ер адамдар немесе қыз әйел адамдар деген сияқты. Соның ішінде кім лейтенант мырза Көбеев Досжан сияқтылар, солар қаруыңды ұстап өйтіп тұрады, өйтеді бүйтеді дейтін зат жоқ ол жерде. Олар сол қаруын не қылып сөйтіп тұр. Мен сол айтайын дегенмін сендерге. Олар сол жағындай көре алмай қаруын не қылып қаруды сөйтіп жүрген заңнамасын бұзушылық бұл жерде. Және тағы басқа келіп осы жерде ГБР бар, ол осы қаруды өйстеді, ол заңын бүйтеді, ұстап тұрады, және тағы басқа қылады деген сияқты. Ол жерде заң жоқ. Сөйтіп обычно олар тәбілдеріне өйстіп көрсету керек өзінің жұмыстық үлгісін. Ондай жұмыстық үлгісінде де тәбілінде де көрсеткен жоқ олар, жұмысты түрінде де. Мен сол айтайын дегенмін сендерге. Сол айтайын дегенмін сендерге. Сол жағындай тіс қайрап жүрген ұл ер адамдар немесе қыз әйел адамдар деген сияқты. Осылай. Олар сол менің нағашым, менің мамам руы Адай Қырықмылтық руы, Адай Медет руы азғана баққан. Олар сол өзінше тіс қайрап Қазақстан Республикасы Маңғыстау облысы Ақтау қаласы 14-ші микрорайонынан жермен жексен болып, позор болып, менен Бауыржан территориясынан кландарымен таяқ жеп, абыройлары төгіліп, Бауыржан Табын руын танып, қайтқан өздерінің үй жақтарына. Өздерінше соғысқан дейді. Соғысып, өздері 14-ші микрорайонда таяқ жеп, кландарымен масқара шығып, қайтып кеткен. Басқа қалаққа, өзінің қаласына, басқа микрорайонына, өзінің келіп шыққан жеріне деген сияқты. Мен сол айтайын деген сендерге. Ол дейтін просто жағындай заңды бұрмалау, сол жерде жағындай сөйтіп жүрген ұл ер қыз әйел адамдар. Мен сол айтайын деген сендерге заңнаманы бұзушылық деген сияқты. Өзінше мені Бауыржанды территориядан не қыламын деп, территориядан өзі 14-ші микрорайоннан таяқ жеп, жермен жексен болып кеткен Маңғыстау облысы Ақтау қаласынан. Өзінше соғысқан дейді. Соғысып, өздерінің әлдеріне қарасын, позор болып таяқ жеп кеткен. Масқара шығып, Алла Құдай Бауыржан деп танып, масқарасы болып, намаз оқып, өздерінің жағындай позор болып жеңіліп кеткен. Олар сол тіс қайрап жүрген ұл ер қыз әйел адамдар. Мен сол айтайын деймін сендерге. Ол жерде жағындай Қазақстан Республикасының осы ұлттың решение қылатын ондай зат жоқ. Барасын табелмен кіргізесің болды. Сондай инструктаж бар олардың. Олар инструктаж не алған, бұрмалаған ана жерде табелдерін көрсетпеген. Мен сол айтайын деймін сендерге. Хиуа ханы
Аллах Құдай, Аллах екі Құдай, Даджал кәпір Құдай, төртінші Аллах Құдай, Арес четвередня бабы, Зевс биік Құдай. Жебірейілді де айтып қояқ. Қуаты Бауыржан Қоңыратбаевич, Қоңыратбайұлы Бауыржан. Кирді былай айтатармыз, Кирұлы Бауыржан. Ұлты қазақ, кіші жүз, тарақты табын, ноқта қазы, табын шөмішті, Қарағойлы Қоңыр Ноғайлы, ұлы табын шөмішті, Парсы Бауыржан биік Бауыржан. Түркістан Арыстан Бауыржан биік Бауыржан, ұлы ер адам табын руы жоғарыдағы. Ақтөбе облысы Шұбарқұдық ауданы Қуат атасы туылған жері. Қоңырат город, Дәуіт табын шөмішті, Қарақойлы Лапақ руы батыр, ұлы ер адам. Мазары Қоңыратбай әкесі туылған жері Бауыржан биік Бауыржанның. Қоңырат город, микрорайон, дом 118, улица Карагалпакстан. Бір подъезд, 2 этаж, 20 квартира, Бауыржан биік Бауыржан туылған жері. Сендермен бірге болған Бауыржан биік Бауыржан, табын руы жоғарыдағы.